Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары мен Түркістан облысының тұрғындары, Илаева көшесі, Шымкент қаласы. Мына знак көріп отырсыздар ма? Оңға тыйым салынады. Направо запрещен. Автобусный полоса. Қоғамдық көліктер жүреді, яғни бұл жерде. Сарыағаш, Жетісай, жалпы Түркістан облысының тұрғындары, сіздер автокөлік басқарып келіп, яғни картамен келесіздер, Бейбітшілік көшесіне кирпиштен өтіп кетесіздер. Автобустың артынан өтіп кетесіздер, байқамай, дұрыс па? Въезд запрещен бұл жерде. Байқамай кіріп кетсеңіздер, праволарыңыз Алтайға лишенияға кетпейді бұл жерде. Бұл жерде 601 баптың 1-ші тармағынан әкімшілік хаттама толтырып береді. Егер повторный болатын болса, 601 баптың 2-ші тармағымен толтырады. Түзу жүресіздер, 90 секунд тұрасыздар. Ар жақта экипаж тұр. Егер сіздер автокөлік басқарып, яғни автобустан қарама-қарсы бағытқа шықсаңыздар, үздіксіз ақысыздық, яғни сплошная линияны басып, встречныйға шығып кетсеңіздер, праволарыңыз Алтайға лишенияға кетеді. Соны біле жүріңіздер. Түркістан облысының тұрғындары көбінесе ауыл аймақтан келетін жүргізушілер кіріп кетеді бұл знакқа. Нұр Отан.